Жүсіп пайғамбар қиссасы. Мысыр патшасының түсі. Мысыр патшасы түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Нілдің жағасында шатыр тігіп отыр екен. Кенет 7 ақбас сиыр дариядан атып шықты. Шетінен семіз балпақтай, желіндері жалпақтай екен, мүйіздері орақтай, шүйкесі білеудей, аяқтары шомбал тіреудей екен. Жүндері құндыздай жылтырап тұр. Патша бұларға сүйсініп, арқасын сипай беріп еді, кенет тағы да оқыс оқиға болды. Дариядан тағы да 7 сиыр атып шықты. Тістері ырсиып, сирақтары ырбиып, бұттары тыриып, тұяқтары ырайып қалған түрі жаман сиырлар екен. Патша бұл не пәле деп ойланып үлгермеді. 7 арық мал 7 семіз сиырға жыртқыш хайуан сияқты ауыз салды. Арыстан мен жолбарыс сиырды дәл бұлай жалмай алмас сірә. 7 семіз қашпақ тұрмақ тыпырлап та үлгермеді. Арық 7-еуі терісін жыртып, қарнын айырып, ішек қарындарын ақтарып, мүйіз тұяқтары мен сүйек кеміктерімен қоса жалап-жұқтап сол жерде жеп қойды. Патша ұйқысынан шошып оянды. Төсекте қара терге малынып қиналып жатыр екен. Бұл ненің бәлесі деп мең-зең боп біраз отырды. Үрейлі түс 3-4 күн есінен шықпай еңсесін езіп тұрды. Сосын түс түлкінің боғы деген, болмайтын нәрсеге сонша қайғырғаным жарамас деп өзіне келді. Арада апта өтпей жатып тағы бір түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Ніл кенерінен асып әбден тасыған екен. Жағалауы қара балшыққа қарық болып, топырағы құнарланып қапты. Кенет қара топырақтан 7 түп сары бидай өніп шықты. Масақтары бидайдың дәніне толып тұр. Сабағы қамыстай, дәндері қауындай екен. Бір қызығы сағағы сынып кетпей, бастары салбырап, жемістері жайқалып тұр. Патша енді көңілденіп, масақтарды ұстап көрмек болып қолын соза бергені сол еді, жер астынан сумаң етіп 7 түп қара бидай өне қалды. Түрлері тікенек сияқты тарбиған, қорқынышты екен. Масақтары инедей, басында бір түйір дәні жоқ. Сабағы найзадай берік екен. Олар шыққан бойда алдыңғы 7 түп бидайға бас салды. Тура бір атжалман сияқты берекелі 7 бидайды кеміріп жеп, тамыр тұқылына дейін жалмап тастады. Артынша қатты дауыл тұрды да бәрін жел ұшырып әкетті. Патша шошып оянды. Үсті-басы быршып терлеп жатыр екен. Бұл жолы түстің тегін емес екенін түсінді. Мынау бір сұмдық түс болды. Сырын ашып қамданбасам болмас. Арты жақсылық болсын әйтеуір деп төсегінен түрегелді. Бүкіл уәзір қазы қолбасы, бақсы балгер, құшынашты жинап кеңес құрды. Ол, мен бір түс көрдім. Түсімде жаман іс көрдім. Елге бір апат келе жатқан сияқты. Өзім жыға жори алмадым. 3 күн мұрсат беремін. Түсімді жорыңдар. Жори алмасаңдар халдерің мүшкіл болмақ деді. Уәзір мен қазылары ойға көмілді. Бақсы құшынаштары құмалақ пен жұлдыздарға үңілді. Түсті жори алмай түңілді. Енді не болады деп отырғанда бақылас уәзірдің есіне Жүсіп сап ете қалды. 6 жыл бұрын зынданда түсін жорып, айтқаны айнымай келген еді. Ол зынданнан аман шыққан соң уәзір боп шен алған еді. Шен алған соң зындандағы қайғылы өмірін тез ұмытқан. Сонымен қоса Жүсіпті де ұмытып кетіп еді. Ол патшаға жетіп келіп, «Уа патша ағзам, бізді Құдай өлсін деп пе? Адамын тапқан сияқтымын. Сүйінші хабарым бар», деді. Патша, «Сүйіншің дайын, тез айт, кім ол?» деді. 6 жыл бұрын басым бәлеге шатылып зынданға түскен едім. Сол кезде бір жігітпен танысқам. Ол түс жорудың қас шебері болатын. Айтқаны айнымай келетін. Бірақ ол әлі қапаста жатыр. Егер өліп қалмаса, соған жүгінейік деді. Патша, дереу бар да алдыма жеткіз деді. Бақылас, мен оның алдында ұяттымын. Жазықсыз жатқанымды патшаға жеткізерсің деп еді. Қара басып ұмытып кетіппін. Оған қарауға бетім жоқ деді. Онда бар да аяғына жықылып кешірім сұра. Қолыңмен істегенді басыңмен көтер. Ертең бәріміз бір бәлеге шатылып, қоңыз теріп кетпей тұрғанда тапсырманы орында деді нығырлап.
Ләббай тақсыр деді де бақылас зынданға жетіп келді. Жүсіптің аяғына жығылып кешірім сұрады. Жүрегі кең, сөзі ем, асыл текті Жүсіп оны сол жерде кешірді. Жарайды, жақсы да кек болмайды, кек болса тек болмайды деген. Мен тағдырымның хикметін күтіп жүрген адаммын. Уайымдамай шаруаңды айт, деді Жүсіп. Бақылас патшаның түсін баяндады. Жүсіп мұқият тыңдады да, семіз жеті сиыр тоқшылықтың нышаны, Тәңірдің саған түс арқылы көрсеткен мысалы. Құдай қаласа 7 жыл бойы ніл тасып, арнасынан асып, Мысыр еліне бұрын-соңды болмаған құт-береке дариды. Байдың сәулеті артып, жарлының дәулеті шалқып, азық ауқатқа бір жариды. Өзеннің суын қанша емсең де құнары кетпейді. Егіннің бітік болып, көктем туар-тумас құрағы көктейді. Бидай мен күріш, арпа мен тарының дәні қырманға симайды. Диқандар қанар-қанар астықты міскін мен құлдарға сыйлайды. Ит басына іркіт төгілетін заман келеді. Құдайдың рахмет туы көтеріліп, ырзық боп несетін самал келеді. Қонағың май жемейді, барағың қан жемейді. Сараңның ниеті оңалып, ешкім оған пейілің тар демейді. Жесір қатын 100 байтал айдайтын болады. Үй жағалай әр желіге бір биеден байлайтын болады. Қазыға тойғанда қарта боқ сасиды. Тоғай сайын 1000 жылқы, орман сайын 100 түйе өріске симай тасиды. О, мынау ғажап екен. Бәрекелді Жүсібім, барша кісінің асылы екенсің. Ғажайып екен түсілім, деп шуылдасып Жүсіпті мақтасып кетті. Бақыластың да өңіне қан жүгіріп, жүзінен қуаныштың лебі есті. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Жүсіп енді түстің жалғасын жорып бастады. Түрі де сұсты көрініп кетті. Ол 7 арық сиыр 7 семіз сиырды жеп қойса, бұл өңірде алапат бір апат төнеді. Аштық пен қуаңшылық қос өкпеңнен қысып, бар бәлесін тақап келеді. Ніл дарияның табанында бір шалшықта су қалмайды. Көктен бір тамшыда жаңбыр жап тамбайды. Егіндінің қуық тақырға айналып, астық түгіл көк шықпайды. Қара жердің төсін жарып, қылтанақ та шөп шықпайды. Қайың сауып, қабығын көрек қыласың. Өзің талғажау, етер талқан таба алмай жатқанда кімге көмек қыласың? Өліктей безерген өлкеде құлқынның қамышын көресіні көресің. Әр тесікті аңдып, қоңыз бен құрт құмырсқа тересің. Итіңнің даладан, мысығыңның қорадан аулап жеген тышқанын тартып алып жейтін боласың. Көзің қарауытып, әлің сарқылғанда қурай мен қамыстың түбін сорасың. Тіпті ит мысығың ел ауып кетпей тұрғанда оларды да жалмайсың. Суға кеткен адамдай жан ұшырып, айла іздеп талғармайсың. Аштық құрсауын салғанда шаңы шыққан қара қайысты малжаңдап талмайсың. Сарай толы алтын күмісіңді уыс толы ұнға айырбастау үшін елді кезіп шарлайсың. Бірақ айырбастар бір түйір дән таба алмай сорлайсың. Тіленіп қайыр сұрап әркімге бір зарлайсың. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген сонда болады. Тамақ іздеп шұбырған жұрттың сай сүйегі жолда қалады, деді. Мынаны естігенде бақылас тұрмақ зындандағы ұры қарының зәресі ұшты. Тыңдап тұрған бәрінің тілі мен жағы қарысып қалды. Бақылас көздері мөлиіп сүмпиіп келді. Ол Жүсіптің бір сөзін өзгертпей патшаға сөзбе-сөз жеткізді. Алғашқы тоқшылық пен молшылықты естігенде патша қуанып қопаңдап қалды. Сосын қуаншылық пен аштық болады дегенде патшаның қаны қашып қалшылдады. Ол Жүсіп тегін адам емес екен. Оны зынданнан шығарып қасыма әкеліңдер. Келе жатқан пәлекеттен қалай шығудың жолында өзі айтсын, деп әмір етті. Ләббай тақсыр, деді де бақылас қапасқа қайта кетті. Патшаның бұйрығын жеткізді. Бірақ Жүсіп қарсылық білдірді. Ол патшаның маған көрсеткен ілтипатына бек ризамын. Алайда мені түрмеден шығармас бұрын менің не үшін мұнда қамалып жатқанымды білсін. Қылмысым бар ма жоқ па анықтасын, деді. Оның мәнісі мынау еді. Жүсіпті қасына алдыртқан соң патша одан не үшін зынданға түскенін түбі сұрайды. Зылиха маған жала жауып жазықсыз қапасқа қамады десе, оған патша күмән қылар еді.
Одан да өзі тергеп, қатындардың өз аузынан шындықты білсін деп ойлады. Раян дереу Әзиз Мысри мен Злиханы және бірнеше куәні шақырды. Бәрін тергеді. Уа патшайым, ол менің жаламмен 12 жыл зынданда жазықсыз жатса да мені қараламады. Нағыз арлы ұятты ақжүрек, адал парасатты тақуа Жүсіптей-ақ болсын. Қандай ауыр жаза кессе де разымын деп Злиха бар кінәсін мойындады. Патша, онда жазасын Жүсіп өзі айтсын деп оған хабаршы жіберді. Жүсіп Злиханы қараламады. Қайта патшадан рақымшылық қылуын сұрады. Раян оның кешірімшіл мінезіне қайран қалды. Көңілі босап Злихаға рақымшылық жасады. Сөйтті де Жүсіпті дереу қапастан шығарыңдар деп әмір қылды. Мұны естіген тұтқындар зар еңіреп қоя берді. Олар, әй жаннан артық Жүсіп бауырым, сен мына тарға басты хан сарайындай қылдың. Қараңғы тіршіліктен құтқарып, ақыл парасаттың жарық нұрына жеткіздің. Бізді оқыттың, тоқыттың, көзімізді аштың, күдікпенен күн бердің, түтікпенен су бердің. 12 жыл өзіңе шәкірт болып хикмет үйрендік. Енді бізді қайда тастап барасың? Сенсіз мұнда күніміз не болмақ, деді күңіреніп. Олардың көз жасын көргенде Жүсіптің де азап ойы қаза болды. Сосын уәзірге қарап, олар мұндағы азабымды 12 жыл бөліскен рухани бауырларым еді. Залымнан момынға, ұры-қарыдан жайдары жомартқа айналды. Жұртқа пайдасы тимесе зияны тимейді. Бұлар да туыстарымен табысып, шаңырақ көтеріп ұрпақ сүйсін. Патша бұл бейбақтарға да рақымшылық қылсын. Болмаса олардан мені айырмасын, деді. Уәзір патшаға Жүсіптің өтінішін жеткізді. Патша сөзге келген жоқ. Сол заматта бәрін босатты. Сосын Жүсіпті алтын күймеге отырғызып, салтанатты түрде сарайға алдырды. Ол патшаның оң жағына отыру мәртебесіне ие болды. Патша, уа Мысыр жұрты, Жүсіп елден асқан кемеңгер, жұрттан озған данышпан, менің түсімді дұрыс жорыды. Жүсіпті бас уәзір етіп тағайындаймын, дегенде бәрі шу ете қалды. Жүсіп, уа Мысыр патшасы Раян, көрсеткен құрметіңізге бек разымын. Бірақ Әзиз Мысридан асып бас уәзір болғаным жарамайды, деді. Әй Жүсіп, дәл қазір саған патшалықты алайық. Әзиздің орнын алуға ұялсаң, саған барлық бектерден ұлық ең мәртебелі лауазым берейін. Есімің менімен қатар аталып, құзырың патшамен қатар жүрсін, деді патша. Маған жер қазынасын тапсырыңыз, диқаншылық менің міндетім болсын, деді Жүсіп. Патша оны мақұл көрді. Жалғасы келесі шығарылымда.